Қайырлы күн барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай, барлығы жақсы ма сіздерде? Неше түрлі жағдайлар болып жатыр, көріп жатсыздар ғой. Неше түрлі адамдар, неше түрлі нәрселер жазып жатыр. Енді оның барлығын енді мен қатты жүрегіме жақын алып жатқан жоқпын. Өйткені таныстық бір болады деп те ойламаймын да. Сондықтан қатты сіздер де нетпей қойыңыздар, ойланбай қойыңыздар. Өйткені білмеймін, неге олай жасады Жәнібек, түсінбедім вообще. Кім оған онда идеяны айтты жалпы негізінде? Қай дос айтты? Үйдегілер айтты ма? Қалай ол, Жәке? В общем, не болса да енді белгілі шаруа ғой. Енді мен... Бұдан қанша еді? 5 теңге да? 5 теңге. Ұсташы маған. Кейін бәрі WhatsApp-ына жазасыздар, бұяқты оқымайды ол. WhatsApp-ына жазасыздар ғой. Ой, жылатпаңдар, ей. Және де қыздар, мына пиджакты сатамын, 5000 теңгеге берем на пиджакты. Кимоно пиджак. Бұның размері 48-50 екен. Короче, осындай кимоно пиджак. Осындай әдемі. Бұның бағасы 5000 теңге. Берші па? Ұйқсан, тұза. Мен жылайтын әдетім жоқ. Кімге тартамады? Асықсақ көтім. На пиджак 5000 теңге, 48-50 размер. Осындай. Ойбай, шаша кеттім. Бітті ма? Жоқ. Бәсе, тетек боқ бағасын ба шеш? Тоқтай тұршы. 1 сағат болды отқанымызға. Тоқтай тұршы. Біткен жоқ бұл. Және де қыздар, осындай двойка бар. Бұның бағасы 5000 теңге. Қараңыздар. Осындай марлевка шифон ба. Не деп айтады? Марлевка материалдан. Бұның размері 52-ге дейін барады. Осындай. Киілген киім анау мынау деп отырсыңдар ғой. Любой торговый центрда киімдеріне киілмеген ба не? Каждый адам барады да киіп, тексеріп, өзі бүйтпейді, фотоға түсіп, қайтып тастап кетіп жүр ғой бәрі. 52-ге дейін барады қыздар нау. 50-52-ге кетеді. 50-52-ге. 5000 теңгеге берем. Материалы марлевка. Осындай двойка. 50-52 размер 5000 теңге. Білмейді да ғой, қандай сасық адамдар барып киіп кетіп отқан білмейсіңдер ғой. Мысалы, любой магазин. Пудраның осы тигровый лен, ойбай лен деп қой. Тигровый двойка 5000 теңге. Оның да размері 48-50. 5000 теңгеге берем. Асы шалбар. Резинкада қалтасымен. 5000 теңге. 5000 теңге. Пудра ол. Одан қанша? Мынау қанша еді? Қарашы жазып тұр. Мынау пудра ма? Жоқ. Пудраны өзін айтады. Және де трикотажный осындай рукавасыз көйлек бар, 3000 теңгеге берем. Су тегін беріп атқанда, абаңдар тез-тез аптсаңдар. Шашып кеттім мен. 8-50 сөйтіп оверсайз стандарт ретінде жүреді. 3000 теңге. Вообще келмеген мынау. Екі кезінде примерно алғамын ғой осыларды андай. Кем деп сөйтіп ке алмай қалды. Осындай без рукава бар. 3000 теңгеге берем. Стандарт жүреді. Ремень тағасасаңыздар болады. 44 размердегі қыздар алып 46 немесе свободно кисеңіздер болады. 3000 теңге. Нағабайка 8 мыңға, 7 мыңға қанша еді? Нағабай, кеш. Кенан кеш. Нау қанша жақсыланады? Анау жақты оқымайды ол ше. WhatsApp-қа жазасыздар, дәлге жауап береді. Су басында сол жерде айтады. Атында бәрін.
ол емес маған размер. Шаш кеттім. Ертең аяқ киім сатамын. Қыздар, короче, стандарт 54-ке дейін баратын абайка бар, вообще келмеген абайка бойынде ке. Айбай, бойын. Мына, немен ана алшы беріңе тақшы. Қай жерде жүр. он жеті киім жоқ ең өзінің киімдерін сатып отыр. Қыздар, жоқ, сөйті. Қыздар, вообще келмеген абайка бар. Бұл абайка 54-ші размерге дейін барады. Осындай абайка. Бұның бағасы қанша? Қарақат. Абайка қазір тұра тұр. 7000 теңге. 7000 теңгеге берем, 54-ші размерге дейін барады. Бұда пудраны двойканы 8000 деп жазыппыз да, 5000 деп айтыпсың сен. 5000-ға бере берсін, ала берсін. Қазға бермейміз апайтын. Қазған. Мынау қыздар 7000 теңге, вообще келмеген 54-ші размерге дейін баратын абайка. Осындай страза тастарымен қараңыздар. Әдемі абайка. 7000 теңгеге берем. Тақпан. Жиып аласыздар. Бұдан ау қанша еді? 3000 теңге. Ана көріп тұр. Оның размері осы. Мынаны киішін ал. Мынау қанша еді? 10 мың. Иә. Мынау не оқып қалды? Және де қыздар менде осындай әдемі безрукав, летний бар. Бұл вообще келмеген. Оны мен өте қымбатқа алдым. Неге десеңіздер, мына қараңыздар, тастармен, аттармен жасалған. Бұның бағасы 10.000 теңге. Қараңыздар, осындай әдемі тастармен, вышивкамен жасалған безрукавка, жилетка. Бұны стилизовать етіп, любой затпен кие берсе. Енді мен өзім бір шаруалармен бүгін бір-екі жерлерге барамын. Білесіздер өздеріңіз, жақында шаш кектірген болдым. Соны барлығы сұрап жатсыздар, мына қалай өсіп еді. Білесіздер ғой, қасқан қандай ашық еді, мына жерден ашық еді ғой. Мына жерден ашық, мына жерден. Қазір міне көрдіңіздер ме, қалай қалың болып өскен, барлығына қыс болып жатыр. Қалың болып өскен. Одан кейін мына сақалында мына екі жері өспейтін. Осы екі жерде қалай көпке болып өскен, сурет болып қалған ба? Çok көп тұрды. Ол әрине өзіміздің сенімді біраз жылмен өксер қарап зерттеген кісілер, олар өздерінің жұмысын біледі. Өйткені түрік мамандары ол жерде қызмет жасап жатыр. Лавина деген жер. Дұрыс айттым ба? Өте ризамын ол клиникаға. Керемет